Мен Тұрдалы Дамел Лескенқызы. Павлодар қаласы Бауыржан Момышұлы атындағы жалпы орта білім беру мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Неліктен мен бұл пәнді таңдадым? Оқушыларға қазақтың ұлы ақыны Абайдың, заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтардың, дауылпаз жырдың құлагері Ілиястың, сұлу сөздің иесі Сәкен мен Мағжанның тілі, қазақ тілін оқушы бойына сіңіру, әдеби шығармалармен, руханиятымызбен сусындату. Жалпы айналамда қазақша сөйлету басты мақсатым. Осы мақсат жолында 2020 жылы өзім армандаған оқу орны білімнің қара шаңырағы атанған Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін үздік аяқтадым. 2022 жылы Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университетін тәмамдап, педагогика ғылымдарының магистрі атандым. Жаңашыл ұстаз болғандықтан, заман талабына сай шет ел тілдерін де меңгеріп жатырмын. Алдағы жылы докторантураға түсіп, білімімді ары қарай жетілдіру, ғылым жолында өзімді шыңдау басты мақсаттарымның бірі. Ұстаздық қызметім жолында жас ұрпақты білім дәрімен сусындату барысында жауапкершілікті сезініп, жан-жақты қабілеттерімді бірте-бірте шыңдап келемін. Қызықшылығы мен қиындығы қатар жүретін ұстаздық жолына алғаш қадамды 2023 жылы бастадым. Болашақ гимназия болатын Бауыржан Момышұлы атындағы жалпы орта білім беретін мектептен еңбек жолымды бастауым мен үшін үлкен мәртебе. Қазіргі таңда мектептің білімді де білікті ұстаздарынан тәлім алып, әдістемелік тұрғыдан түрлі жаңаша әдістерді меңгеріп келемін. Осы жолда дамуыма 40 жылдық тәжірибең болса да, 40 минуттық сабаққа аса дайындықпен баруды ұраны еткен ұстаздарым Зухра Қырықбаевна мен тәлімгерім Қарлыға Сериковнаның үлесі зор. Жалпы өмірлік ұстанымым адал жүріп, адал тұру. Бос уақытымда кітап оқығанды, домбыра шерткенді, ақыл ойдың ойыны шахмат ойнағанды, күнделік жазғанды ұнатамын. Бала жүрегі кішкентай күй сандық. Сол сандықтың кілтін тапсаң ғана ашылады. Мұғалімнің қолында әркез сол кілт тұру керек деп Мұхтар Шаханов айтқандай, әр баланың жүрегіне жол табу, бала бойындағы дарынды ашу басты міндетім деп білемін. Менің мақсатым еліме қызмет ету, жарқын болашақтың жалынды жастарын тәрбиелеу, білім беру. Жаңа Қазақстан, жаңашыл ұстаз, жаңа ұрпақ. Бұл білім беру жүйесіндегі бәсекеге қабілетті маман даярлау. Жаңашыл ұстаз заман талабы. Заман талабына сай ұстаз болу айқын мақсатымның бірі. Мен жаңаша әлемге жаңа жол салатын болашақтың бағдарымын.